Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы комбинаторика. Бүгінгі сабағымызда алмастыру, орналастыру, теру формулаларын қарастыратын боламыз. Ендеше алдымен факториал ұғымына тоқталайық. Факториал дегеніміз бірден бастап белгілі бір n санына дейінгі барлық натурал сандардың көбейтіндісі. Мысалға, 3 факториал дегеніміз бірден 3-ке дейінгі сандардың көбейтіндісіне тең, яғни 6-ға тең болады екен. Және айта кететін жайт, 0 санының факториалы бізде 1-ге тең болады. Ендеше комбинаториканың формулаларына тоқталайық. Ендеше комбинаториканың алғашқы формуласы алмастыруға тоқталайық. Формуласы p тең n факториалға. Мысалы, 5 адамды кезекке неше түрлі тәсілмен тұрғызуға болады. Яғни, бірінші орынға 5 адамды орналастыруға болады. Екінші орынға 4 адамды. Енді 5 емес, бізде енді 4 адамды орналастыруға болады. Үшінші орынға 3 адамды. Тағы сол сияқты кете береді. Яғни, p тең бізде 5 адамды орналастыру керек, яғни 5 факториал. Бірден 5-ке дейінгі сандардың көбейтіндісіне тең, яғни 120. Яғни 5 адамды кезекке 120 тәсілмен тұрғызуға болады екен. Екінші біздің комбинаториканың екінші формуласы бізде орналастыру. Мұнда элементтердің реті маңызды. Оның екі түрі бар: қайталанусыз және қайталанбалы. Қайталанусыз болса n де m тең n факториалдың n минус m факториалға бөлінісіне тең. Қайталанбалыда бізде m тең n-нің m дәрежесіне. Мысалға, 3, 4, 5, 6 цифрларынан цифрлары қайталанбайтын неше 3 таңбалы сан құрауға болады. Қайталанбайтын деп берілгендіктен біз бірінші формулаға саламыз, яғни n факториал бөлінген n минус m факториалға. n-нің орнында бізде 4 цифры берілген, сондықтан n де 4 болады, m бізде 3 болады, себебі 3 таңбалы сандарды құраймыз. Яғни a4 де 3 тең 4 факториалдың 4 азайтылған 3 факториалға бөлінісіне тең. 4 факториал дегеніміз 1-ден 4-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі, 4 азайтылған 3 факториал дегеніміз 4-тен шығарсам 1, яғни 1 факториалға тең. 1 факториал бізде 1-ге тең. Яғни жауабы 24 болады екен. Яғни 3, 4, 5, 6 цифрларынан цифрлары қайталанбайтын 24 3 таңбалы 24 сан құрауға болады екен. Екінші мысал, 3, 4, 5, 6 цифрларынан неше 3 таңбалы сан құрауға болады. Мұнда қайталанбайтын деп бізде нұсқау берілмеген. Демек, ол орналастырудың екінші формуласы, яғни қайталанбалы. Мұнда n-нің орнында бізде 4 болады, себебі бізде 4 цифры берілген, m-нің орнында 3 болады, себебі 3 таңбалы сандар құраймыз. Яғни бізде a4-те 3 тең 4-тің 3 дәрежесіне тең. Ол бізде 64-ке тең болады екен. Яғни 64 3 таңбалы сан құрауға болады екен. Мұнда қайталанады. Яғни 333, 444, 344, 566 деген сияқты сандар бір цифры 2 қайтара, 3 қайтара қайталана береді. Ендеше комбинаториканың үшінші формуласына, яғни теруге тоқталамыз. Мұнда элементтердің реті маңызды емес, яғни cnm тең болады екен, n факториалды бөледі екенбіз, n факториал мен n минус m факториалдың көбейтіндісіне. Мысалға, дүкенге бару үшін 4 адамнан неше тәсілмен 2 адамды таңдап алуға болады. Яғни 4 адамның ішінен кез келген 2 адамды таңдап алуға болады. Неше тәсілмен деген сұрақ беріліп тұр. Яғни алғашқы 2 адам таңдауымыз мүмкін, ортадағы 2, немесе соңғы 3 адамдарды, немесе бастапқы және соңғы адамды. Демек, теру тәсіліне саламыз. Мұнда n факториал, n-нің орнында бізде 4 болады, m-нің орнында 2 болады. Яғни 4 адамның ішінен 2 адамды таңдап алуымыз қажет екен. 4-тен 2. Және 4 минус 2, яғни 4 минус 2 факториалға. 4 факториал дегеніміз алғашқы 4 санының көбейтіндісі, яғни 1-ден 4-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі тең. 2 факториал дегеніміз 1 мен 2-дің көбейтіндісі, 4 азайту 2-міз 2 факториал, ол да 1-ден көбейту 2-ның 1 мен 2-дің көбейтіндісі де тең. Яғни алымында 12 бөлімінде 2 шығады. 12-ні 2-ге бөлсек 6-ға тең болады екен.
ендеше осы үш формулаға байланысты мысалдарға да қарастырайық. Алғашқы мысалымыз 6 оқушының ішінен 3 оқушыны олимпиадаға жіберудің неше тәсілі бар. 6 оқушының ішінен 3 оқушыны дейді, яғни кез келген 3 оқушыны. Кез келген 3 оқушы болса, реттілік маңызсыз болса, демек терудің формуласына саламыз. N-нің орнында 6, ал M-нің орнында 3 болады. 6-дан С 6-да 3. 6 факториалды бөлетеміз 3 факториалға және 6 минус 3 факториалға. 6 факториалымыз 1-ден 6-ға дейінгі сандардың көбейтісі тең. 3 факториалымыз 1-ден 3-ге дейінгі сандардың және 3 факториалымыз 1-ден жауабы 20-ға тең болады екен. Яғни 20 тәсілі бар екен. Келесі екінші мысал, 11 адамнан тұратын футбол командасында оның капитаны мен орынбасарларын неше түрлі тәсілмен сайлауға болады. Яғни 11 адамнан капитан мен орынбасар, яғни 2 адамды сайлауымыз керек екен. Яғни ол бізде реттілік бар, демек орналасудың формуласына жатады 11-ден 2. 11 факториалды бөлетеміз 11 азайтылған 2 факториалға. 11 факториалды 9 факториал ары қарай 10 көбейтілген 11 ретінде жазуға болады. Мұндағы 9 факториал мен 9 факториал қысқарып кетеді. Сонда бізде 10 мен 11-дің көбейтісі 110-ға тең болады. Яғни 110 түрлі тәсілмен сайлауға болады екен. Үшінші мысал, келесі мысал, яғни газетте 12 бет бар. Сол 12 бетке әр бетте бірден көп болмайтын етіп, неше тәсілмен 4 суретті орналастыруға болады. Мұнда бірден көп болмайтын етіп деп айтылған, яғни реттілік бар. Реттілік бар болса, бізде орналастырудың формуласына саламыз. Яғни 12-ден 4 болады, яғни 4 суретті. 12-ден 4, яғни 12 факториалды бөлетеміз, 12 азайтылған 4 факториалға, яғни 8 факториалға бөлеміз. 12 факториалды 8 факториалмен 9 көбейту 10 көбейту 11 көбейту 12 деп жазуға болады екен. 8 факториал мен 8 факториал қысқарып кетеді, бізде жауабы 11880-ге тең болады екен. Яғни 11880 тәсілмен орналастыруға болады екен 4 суретті. Тоңазытқышта 7 түрлі балмұздақ жатыр, оны бір-бірден сатудың қанша тәсілі бар? Яғни, бірінші 7 түрлі, одан кейін 6 түрлі, одан кейін 5 түрлі сөйтіп сатуға болады екен. Яғни, ол алмастырудың формуласына жатады. П тең 7 факториалға, яғни 1-ден 7-ге дейінгі сандардың көбейтісіне тең болады. Яғни, жауабы 5040 тәсілі бар. Келесі мысал. Сыйлыққа 10 кітаптан әртүрлі 4 кітап таңдап алу керек. Сыйлықты таңдап алудың қанша тәсілі бар? 10 кітаптан әртүрлі 4 кітап таңдап алу керек. Кез келген, яғни әртүрлі 4 кітап. Демек, бұл терудің формуласына саламыз. Реттілік маңызды емес болса, кез келген болса, ол кезде біз терудің формуласына салатын боламыз. N-нің орнында 10 болады, M-нің орнында 4 болады. Яғни, 10-да 4, С 10-да 4. 10 факториалды бөлеткеніміз 4 факториалға және 10 азайтылған 4 факториалға. 10 факториалды 6 факториал және ары қарай 7, 8, 9 көбейту 10 ретінде жазуға болады. 4 факториал, яғни 1-ден 4-ге дейінгі сандардың көбейтісіне 10 азайту 4 дегеніміз 6 факториал шығады. 6 факториал мен 6 факториал қысқаратта бізде жауабымыз 210-ға тең болады екен. Яғни 10 кітаптан кез келген 4 кітап таңдап алудың 210 тәсілі бар екен. Келесі мысалымыз 7, 8, 9 цифрларын пайдаланып қанша 3 орынды сандар жазуға болады. Цифрлары қайталанбайтын. Қайталанбайтын деген сөз, яғни бізде орналастырудың бірінші формуласына жатады, яғни қайталанусыз деген формулаға. Мұнда N-нің орнында 3 болады, себебі 3 цифр бар. Және M-нің орнында да 3 болады, себебі 3 орында деп тұр. A3-те 3 болады, 3 факториалды бөлеткеніміз 3 азайтылған 3 факториалға. Яғни 3 факториал дегеніміз 1-ден 3-ге дейінгі сандардың көбейтісі, 3 азайту 3-іміз 0 факториал. 3 факториалымыз бізде 6-ға тең болады, 0 факториал бізде
бағана айта кеткендей 1-ге тең. 6-ны 1-ге бөлсек 6-ға тең болады екен. Яғни қайталанбайтын 3 орынды сандар жазуға болады екен. Яғни 6 түрлі тәсілмен жазуға болады екенбіз. Бүгінгі осы комбинаторика тақырыбындағы, яғни орналастыру, алмастыру, теру формулаларына осындай мысалдар қарастырдық. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.